Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз дүниежүзі тарих пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл бізде 2-ші 90-ға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Бөлім 1917 жылы жылғы Ресейдегі революция бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Бірінші тапсырма. м, Мәтінді оқып төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз деген. Қазан революциялық ахуалдың қалыптасқанына бұрынғыдан да көлемдірек етек алып келе жатқан жұмысшы шаруа және ұлт азаттық қозғалыс дәлелі болды. 1917 жылдың жазының ортасы мен күзінде саяси ереуілдер жиілеп, бірқатар жерлерде ереуілшілер кәсіпорындарды басқаруды өз қолдарына алды. Бүкіл елде кеңестердің большевиктенуі басталды. Осыған байланысты большевиктік партия 1917 жылғы шілде оқиғаларынан соң уақытша күн тәртібінен алынып тасталған. Барлық билік кеңестерге берілсін деген ұранды қайта бастады. Бұл ұран енді қарулы көтеріліске бет бұрып, уақытша үкімет жойып, пролетариат диктатурасын орнатуды білдірді. Қазан төңкерісінің басты себептері неде? Қазан төңкерісінің басты себептері елдегі әлеуметтік теңсіздік пен экономикалық дағдарыс, бірінші дүниежүзілік соғыстың ауыртпалығы және уақытша үкіметтің халық талабын орындамауы. Ал келесі, қоғам мақсатында қоғам мақсатына жалпы қоғам неге ақтар мен қызылдарға бөлінді? Қоғам мақсатына қарай саяси және идеологиялық айырмашылықтарға байланысты бөлінді. Ақтар монархияны немесе демократияны қалпына келтіруді қолдаса, қызылдар социалистік қоғам құруды көздеді. Ақтардың басты мақсаты қандай болды? Қызылдардың басты мақсаты қандай болды? Ақтардың мақсаты ескі билік жүйесін қалпына келтіру, капиталистік даму жолын таңдау, жеке меншікті қолдау. Ал қызылдардың мақсаты социалистік мемлекет құру, билікке кеңестерді әкелу, қоғамдық меншікті қалыптастыру. Келесі екінші тапсырма. 1917 жылдың 1924 жылдарда Ресей қаншалықты өзгергенін кестеде толтырыңыз. Кестеде толтырыңыз. Кез келген 3 жылға қатысты оқиғаларды жазыңыз деген. 1917 жылы ақпан қазан төңкерістері болды. 1918 жылы азамат соғысы басталды. 1921 жылы жаңа экономикалық саясат ЖС енгізілді. Соңғы тапсырма. Кеңес мемлекетінің дінге қатысты көзқарасын жазыңыз деген. Мысал келтіріңіз деген. Кеңес үкіметі дінге шектеу қойып, дінді жоққа шығарды. Атеистік қоғам қалыптастырды. Құрметті оқушылар, осымен біз тапсырманың барлығын түгел орындадық. Бізде барлық балл 9 балл, осы 9 балдың толықтай 9 балын алып өткен болатынбыз. Құрметті оқушылар, енді осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда БЖБ 2 тапсырмаларын сіздерге арнап шығаратын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.